қойшы. Ау анашы? Мынаны қарашы, жаңа піскен нанның бұрқыраған иісін ай десеңші. Иісін ай, анашы. Бүгінде сізді пісірген наныңыз өте дәмді шыққан секілді. Я алтыным, әкем көріп бір қуанып, мақай болатын болды. Қызым, келе қойшы. Мында. Ең әуелі ас ауқат дайындағанда бары ықыласыңды, жан тәніңді қосып жаса, жақсы ма? Сонда әр істеген тағамың дәмденіп, ерекшелене түседі. Жақсы ма? Ешқашан ұмытпаймын анашым болсын. Алтыным, өзің де бой жетіп қалыпсың ғой. Ой, кеште болып қалыпты. Әкеңнің жұмыстан келетін уақыт болды. Мен тамақ әзірлей берейін. Сен мына жерді жиғастыра бер. Осы сәтте тыстан біреу келді. Сәлеметсіз ба? Сіздерге бір өтінішпен келді. Қалай естам екен? Құдай үшін көмектесіңіздерші. Мен қазір анашым. Ау қызым, кім екен келіп тұрған? Бір кісі келді. Өте мұқтаж көрінеді. Көмек сұрайды. Істейміз. Жаратқан. Ол келіп тұрған кім екен? Сұрап тұрғаны қарыз ма екен, қайыр ма екен? Не істесем екен? Үйге кіргізсем екен, кіргізбесем екен? Үйде ер адамның да болмағаны. Қызым, бір мәнісі болар. Сен бар, келген жолын шығаршы, кіріп мән-жайын түсіндірсін. Үйге тұрыңыз, анамыз. Рахмет. Сәлеметсіз ба? Кешіріңізші. Сәлеметсіз ба, апай? Мен негізі қайыр емеспін, апай. Түсінесіз бе? Мен негізі құрыш едім, апай. Түсінесіз бе? Біздің компаниямыз кризиске ұшырап, содан бері жұмыс. Менің қартайған анам бар еді. Сол кісінің еміне кішкене ғана қаржы жетпей тұрғаны. Өтіне Құдай үшін көмектесіңіздерші. Мен міндетті түрде қайтарам, апай. Түсінесіз бе? Жа, қарағым, айналайын, кел, жайғашы, аптығыңды бас. Қарағым ау, бар жағдайыңды түсіндім. Жүзіне нұрын көрінген бала екенсің. Қазір күте тұр. Қызым ау, не істесек екен? Үйде әкеңнің де жоқтығы ақылдасатын. Келіп тұрған сұраушыға, үйдегі әкеңнің бірнеше күндік адал еңбегімен тапқан нәпақасын бере салсам екен, бермесем екен? Не істесем екен? Білмей тұрғаным. Анашым, жайылған қолды құр қайтармай, ақшаны бере салайыншы. Әкем де ренжімес, әкеме өзім ақ түсіндірем. Қайта бір жақсылық жасаймыз ғой. Анашым, бере салайықшы ақшаны. Ой, құлыным ау, өзіңде мейірімді жүрек Аллаға, берген Аллаға да мында бір шүкір. Айналайын, қарағым, берсек бере салайық. Әкең мүмкін сөзімізді құптап кешіп қалады. Жүр қызым. Айналайын, қарағым, кел отырам ғой. Үйде азғантай ғана күйеуімнің бірнеше айлық табысы бар еді. Соны саған бергелі отырмын. Мә, алып, анаңның еміне жұмсарсың. Рахмет, апай. Рахмет, апай. Мен міндетті түрде қайтарам, апай. Сау болыңыз. Жа, қарағым, анаңа дұғай сәлем айта бар. Риза болған жігіт ағысын айтып кете барды. Қызым ау, өттік ау бір дауылда. Әкең келгенде қалай түсіндірер екенбіз, соны ойлап тұрған. Уайымдамашы, анашым. Әкем сіз не еді? Мен бар, тамақ әзірлеп берейін. Сен өзің осы жақтан бол. Бұл кезде сапарға кеткен әкесі оралған болатын. Армысыңдар ма? Әке! Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ой, үйде керемет бір тамақтың исі шығып тұр ғой. Әкелші кәне, бір ауқат мама. Қош келдіңіз. Жұмыстан да кетіп қалыпсыз ғой. Ой, я жұмысыңыз қалай жүрді ма, Байғұлым? Бәрі жақсы ма? Сабағың қалай қызым? Сабағым өте жақсы, білесіз бе әке? Мен бүгін мектепте барлық сабақтан 5 алдым. Жарайсың. Қызың енді өзіңе ұқсаған. Күнде сабақтан 5 алады. Айтпақшы, алдында берген ақша қайда? Әкелші кәне. Отағасы ау, біз ол ақшаны қызыңыз екеуміз? Біз ол ақшаны анашым екеуміз бір кісіге беріп жібердік. Беріп жібердік? Иә. Беріп жібергені қалай? Айналада дағдарыс болып жатқан кезде біреуге ақша бере ме осы?
маған осы ақшаны табу оңай деп жүрсіңдер ма? Кімге беріп жібердіңдер? Ой әке, қарызға бердік. Жаңа бір кісі келді, өте мұқтаж екен, анасы науқас. Біз жақсылық жасап ақшаны бердік. Қарызға беріп жібергенше одан да келмес кетті десеңдерші. Осыншама аңқау болғандарың бір алаяқ келіп сендерді алдап кеткен ғой. Көшеде күнде көріп жүрміз ғой. Аға көмектесіп беріңізші, аға ақша беріңізші, аға қарным ашты деп. Кейде осы кәсіпке біреу үйретіп жүр ма дерсің? Түсінбедім сендерді. Қой, мен кетейін. Бірін айтысы болар. Сау бол. Отаға сау. Қайда кеттіңіз? деп әкесі ренжіді кедей шығып кетті. Арада біраз уақыт өтті. Бұл уақытта жағдай тіптен қиындап кетіп еді. Жұмыс орнында сәтсіздікке ұшыраған әкесі жабырқаулы үйіне оралды. Армысыңдар. Әкем келді. Әке, қалайсыз? Отырыңыз. Ол қалыңды неге сұрайсың? Жұмысым болса жүрмей қалды. Жұмысым алға жүру үшін атамда ақшам да жоқ. Не істесем екен? Қарызға көршілерден ақша сұрасам екен. Бір күні болмаса да бір күні бұл қарулы күйілер. Отаға сау. Олай жасағаныңыз дұрыс емес қой. Көшеге қайыр сұрап шыққаны несі? Адамның екі қанаты болады емес пе? Бірі шүкіршілік болса, бірі сабыр ғой. Барға шүкіршілік қылып, жоққа сабыр қылуымыз керек қой. Бұлай жасағаның жарамас. Елімнің ары емес пе? Оданша, төрде осылай марқайып отырғаныңыз дұрыс емес пе? Көшеде әркімнің үйіне барып ақша сұрағанша. Әке, біз де бәріне шыдаймыз. Тек сіздің абыройыңыз түспесе болды. Осынау отбасының қиын қыстау кезінде бұрында қарыз алған мейман келді. Сен кімсің? Мен бір жыл бұрын осы үйден алған қарызым бар еді. Сонда қайтара келдім ады. Сәлеметсіз апай, таныдыңыз ба? О, жаратқан, сен әлгі бір жыл бұрын біздің үйге келген бала емессің бе? Иә, апай. Қал жағдайың қалай? Келе ғой, отыр жайғас. Анаңның жағдайы қалай? Өзінде барлығы жақсы ма? Шүкір, жұмысымыз да шүкір. Анамның да қалай жақсы. Сол өзімді бастап, қазір адам алатындай да жағдайдамын. Құдайға шүкір, қазір адам алатын жағдайдамын. Егер жұмыс керек болса, айтыңыздар, қабылдаймын. Абай, сізге алғыс айтқым келеді. Сол кездегі қаражат анамның еліне жұмсалып, қазір анам сау, жас баладай шауып жүр. Сізге көп рахмет. Ол не дегенің құлдым-ау. Ол кезде берген азғантай ақшамыз көмекке жарағанына біз өте қуаныштымыз, айналайын. Мынау сізге, апай, алыңызшы. Жоқ қарау. Кішкентай сома бергеніміз үшін мұнша көп ақшама, айналайын, өзіңе ала ғой. Апай, сол кездегі қиналғаным мың ақшаның қасында тіпті емес. Қайта, осы ақшаны бұндай көп ақша емес маған. Тоқта. Не айтып тұрсың? Қайдағы ақша? Сонда бізді кедей санап тұрсың ба? Жоқ, біз бұны ала алмаймыз. Кешіріңіз жағам. Мен сіздерге алғыс айтқым келеді. Осындай мейірімді бар, отбасы бар, бақытсыз ғой аға. Кешіріңіздер. Мен жұмыста едім. Жүре берейін. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Сау бол қарағым. Анаңа дұғай сөйлем айтып баршы. Өзіңе бар жақсылық тіледім, айналайын. Жақсы, сәлеміңізді жеткіземін. Сау болыңыздар. Көрдіңіз бе әке? Ең бастысы жүректегі мейірім мен қайырымды ұмытпау керекпіз. Өмір-ай, адамның басынан не келіп, не кетпейді. Осыншама қиын заманда бір-бірімізге жақсылық жасауды ұмытпайық.